Сәлем достар, сіздермен бірге онлайн каналы. Және бүгінгі тақырыбымыз ауыздан шығатын жағымсыз иіс неден пайда болады және одан арылу жолдары туралы болмақ. Ауыздан шығатын жағымсыз иіс кім-кімге болсын ыңғайсыз. Кейде адам өзі де сезбеуі мүмкін. Сондықтан ол иіс неден пайда болатынын біліп алған жөн. Ауыз қуысындағы жағымсыз иіс ауыздағы қызыл иек, тіс пен тілдегі бактериялардың шығаратын газы. Әрине, одан арылудың қарапайым жолы тісті уақытылы жуу. Кейде мұның өзі көмектеспеуі мүмкін. Жағымсыз иіс көбіне қызыл иек пен тіс тазалығын толық сақтамағаннан пайда болады. Ол үшін тісті күніне 2 рет жуып тұру керек. Сондай-ақ тісті басатын қара дақтарға да мән беріңіз. Кейде диабет, бүйрек пен асқазан ауырғанда да ауыздан жағымсыз иіс шығады. Сондай-ақ тыныс алу жолдары инфекциясынан да пайда болуы әбден мүмкін. Ауыз қуысының жағымсыз иісіне көбіне темекі шегу, ішімдік ішу және басқа да өнімдерді жиі тұтыну себеп болып жатады. Алайда жағымсыз иіс бәріне мәлім пияз, сарымсақтан ғана емес, сүт, ірімшік, еттен де болып тұрады. Ауыз қуысында қалған тағам қалдықтарының құрамындағы ақуыз бактериялардың әсерінен өзгерістерге ұшырап, жағымсыз иіске себеп болады. Ауыз қуысын дұрыс немесе толыққанды тазаламау мәселені одан сайын өршітеді. Кейде жағымсыз иіс кейбір дәрі-дәрмектерді қабылдаудың нәтижесінде пайда болып жатады. Бұл гормондар деңгейінің құбылмалы болуына байланысты. Ал енді осы иістерден қалай құтыламыз? Адамдар көбіне тісін жуып, тілін тазалауды ұмытып кетеді. Ал тіл бүртіктерінде бактерия, өлі жасушалар мен тамақ қалдықтары қалып қояды. Мұны тазаламай, ауыздағы жағымсыз иістен құтылу екіталай. Әр тамақ ішкен сайын ауызды шайып жүруді әдетке айналдырыңыз. Бұл тіс арасы мен тілде тағам қалдықтарының қалып кетпеуіне көмектеседі. Жоғарыда айта кеткендей, ең бірінші жағымсыз иіс неден пайда болатынын анықтап алу маңызды. Ол үшін тіс дәрігеріне көрініңіз. Кейбір бактериялар тісте көп мөлшерде жиналып, жағымсыз иіс шығарады, ал оны стоматологтар тазалап бере алады. Бұл бактериялар тістің беріктігін төмендетіп, тісте жарықтар пайда болады. Осы жарықтардан шіріген, құрттаған тістердің түбіндегі жағымсыз иістердің шығуы да ғажап емес. Келесі, мұрныңызды тексертіңіз. Ауыз қуысынан жағымсыз иістің шығуының тағы бір себебі мұрын жолдарынан шығатын иісі жағымсыз бөлінділер болуы мүмкін. Мұндайда мұрын жолдарын тұз ерітіндісімен шаю қажет. Осыдан кейін де жағымсыз иіс шығатын болса, лор дәрігеріне қаралған абзал. Келесі, бадамшадағы тығындар. Бадамша немесе миндалины мұрын, жұтқыншақ, ауыз қуысының аралықтарына орналасқан бездер. Оларға түрлі бактериялар жиылып, тығындар пайда болады. Міне, содан жағымсыз иіс шығады. Сондықтан бұл тығындарды алдырту керек. Және де тағы бір маңызды әрекет, ас мәзіріне назар аударыңыз. Сарымсақ, пияз сияқты өткір иісті тағамдардан ауыз қуысында жағымсыз иіс қалатынын бәріміз білеміз. Сондықтан олардан кейін дереу ауыз шаю керектігін ұмытпаңыз. Жаңа піскен жемістерді, әсіресе алманы жиі жеуге тырысыңыз. Кофе мен бутерброд тіске басарын көкөністер, жемістер мен йогуртқа алмастырсаңыз керемет болады. Және де асқазаныңызды тексертсеңіз болады. Жоғарыда аталған кеңестердің көмегі болмаса, дәрігерге барып, асқазаныңызды қаратыңыз. Өйткені жағымсыз иістің бір себебі асқазанның дұрыс жұмыс істемейтіндігінде. Ал егер деміңізді дереу сергітіп алу қажет болса, ал қолыңызда, сағызда, тіс щеткасы да болмаса, қою қара шай ішіңіз. Жас ақжелкен немесе ас көкті шайнап жіберіңіз. Алма жеңіз немесе жай ғана ауыз қуысын таза сумен мұқият шайсаңыз болады. Осымен бүгінгі видеомыз сізге пайдалы болды деген ойдамыз. Видео астына өз ойларыңызды қалдырып,
тағы басқа кеңестеріңіз болса бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.